Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрғали фильм. Бүгін сіздерге американдық боевик Никто фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Каналға тіркеліп лайк басып комментарийға өз ойыңызды жаза кетсеңіз, бізге келесі видеоны шығаруға шабыт сыйлайтын боласыз. Мансел металл өңдеу зауытында кеңсе қызметкері болып жұмыс істейтін қарапайым адам. Манселдің әйелі Бекки оған жылдар бойы суық қабақ танытып жүреді. Мансел ұлы Бейкпен жақсы араласпайды. Бір күні түнде қарақшылар Манселдің үйіне басып кіреді. Олар сағат пен бірнеше долларды ұрлап үлгереді. Оған қоса қарақшылар Манселдің неке сақинасын алмақшы. Блейк қарақшылардың бірін ұстап алады, ал Манселдің өзі екіншісін гольф таяқшасымен соғуға мүмкіндік алады. Бірақ ол мұны істемейді және олардың қашып кетуіне мүмкіндік береді. Мансел қарақшылардың бірінің қолындағы татуировканы көріп, тату сурет салоны арқылы қарақшыларды табады. Благодарю за службу. И тебя, старина. Я говорю, вы слушаете. Вы знаете, почему я здесь. Я хорош, и у меня есть семья. И я не заслужил, чтобы кто-то совал мне ствол прямо в лицо. Гони мои часы. И еще браслет с котиками. А ну быстро вернул браслет с котиками, лысый ты говнище! Все равно не понимаю, клянусь богом! Ты гребаный браслет! Умоляю тебя, не надо! Я не знаю, где он, клянусь своей матерью! Уходите! Мужик! Не трогайте его, пожалуйста! Және олардан сағатты алады. Бірақ кенеттен қарақшылардың кішкентай науқас баласын бар екенін біледі. Қайтар жолда Мансел үйіне апаратын автобусқа өздерін зорлық-зомбылық көрсетіп жүрген бір топ мас ер адамдар мінеді. Қызды қорғау үшін және ашуын шығару үшін Мансел оларды ұрып соғады. Кейінірек Манселдің туған ағасы Гарри оған үлкен қиындыққа тап болғанын хабарлайды. Соққыға ұшырағандардың бірі Юлиан Кузнецовтың інісі. Ол өз кезегінде танымал бандит және ресейлік мафияның ортақ қорының иесі. Джулианың адамдары Манселдің үйіне шабуыл жасайды. Мансел отбасын жертөледе жасырып шабуылдарды жеңеді. Бірақ ол өзі тасермен бағындырып жүк салғышқа тиеледі. Мансел әлі де көліктің жүк салғышын тастап қалған қарақшыларды өлтіреді. Ол Беккиден балалармен біраз уақытқа кетуін сұрайды және үйде ішіндегі қарақшылардың денелерімен өртеп жібереді. Онда ол котяттармен бірдей білезікті табады. Бір күні ол өлтіруші керек адамды аяды. Содан кейін бұл адам қалыпты отбасылы өмір сүре бастағанын білді. Мансел өзіне осындай нәрсені ұнайды деп шешті. Басшылардың тілегіне қарсы ол жұмыстан кетіп, содан бері бұрынғы өміріне оралмау үшін қолдан келген бәрін жасады. Мансел ортақ қор мен Джулианың картиналар жинағын өртеп жібереді. Джулиан ашуланып қол астындағылардың барлығын жинап, өлімге әкелетін тұзақтарды орнатқан Мансел үшін зауытқа барады. Мансел бұған дейін Эдиттен зауытты сатып алған. Манселдің әкесі мен туған ағасы Манселге көмектесу үшін фабрикаға келеді. Олар бірге қарақшылармен күреседі және Джулианы есікке байланған бомбамен жарып жібереді. Және осымен фильм аяқталады.